Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгінгі тұлғалар тағылымы хабарының тақырыбы ел қамқоры Құнанбай Өскенбайұлы. Студиямыздың қонағы белгілі қоғам қайраткері, жазушы, Құнанбай танушы Бейбіт Сапаралы мырза. Хош келдіңіз. Бейбіт мырза, Құнанбай қажы ірі тұлға. Ол өмір сүрген орта өте күрделі болды. Қазақ арасындағы барымта, қазақ арасындағы дау-дамай, патшалық Ресейдің тізесін батырған ықпалы. Осы кезеңде Құнанбай қажы қалай шықты? Өйткені Құнанбайды әділетті дейміз. Құнанбай феномені неде? Осыған жауап беріңізші. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құнанбай атамыз туралы арнайы жеке хабар жасап жатқандарыңызға, мынау халық арнасы бірнеше сондай жалғасты тақырыптарды қозғап жатқаныңызға үлкен алғыс айтамыз әуелі. Ал енді Құнанбай Өскенбайұлының жеке өзінің тұлғасына келетін болсақ, қазақтың әргі бергі тарихындағы үлкен зор тұлғалардың бірі. Оны біз ғана емес, көзі тірісінде ешкімді мақтамаған, ешкімге жақсы сөз айтпаған Ибрахим, Құнанбайдың баласы Абай атамыз, сол Ибрахим Құнанбайұлының өзі айтқаны бар: Ескендір темір шыңғыстай мұсылманды атақты деп. Мұқым қазақ баласы одан ақыл сұрап деген жаңағы жолдары бар сондай. Бүкіл қазаққа сонда қарасаңыз, Ескендір Зұлқарнайын қандай болса адамзат тарихында, Шыңғыс хан қандай болса, Ақсақ темір дейміз, жаңағы Темірлан қандай болса, бұл мұсылман әлемінде соншалықты атақты дейді Құнанбайды. Біздің ойлағанымыздан кең баға беріп тұр, үлкен ауқымды баға беріп тұр. Түркі әлемі емес, мұсылман әлемі, жер дүние халықтары біледі деп тұр. Ал енді сол Құнанбайды, Құнанбай еткен, Құнанбайды шығарған біріншіден енді ортасы. Ол кісі енді Абылай ханды көзі көрген, Кеңгірбай би сияқты үлкен аталардың тәрбиесін алды. Ол кісі 1804 жылы туса, Кеңгірбай атамыз 20 жасқа жеткен кезінде қайтыс болған. Батасын алған, анасымен барып. Сонымен қатар басқа да сол өзінің замандағы өте үлкен ірі тұлғалардың, билердің, батырлардың, бағландардың, бектердің, қазақтың ең бетке шығар тұлғаларының тәрбиесін алған. Сондықтан Құнанбай атамыздың ортада шығуының өзі де ол тарихи бір сұраныс сияқты болды. Тарих сондай бір тұлғаны шығару керек болды. Елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру деген мақаласы қазақ қауымына үлкен бір жаңалықтар әкеліп жатыр, серпіліс әкелді ғой енді. Міне сонда ұлттық кодты жаңғыртудың жолдарын айтады, мәдениетті, жаңағы имандылықты, жақсылықтарды жаңғырту ұлттық кодымыздың негізгі бір жағы деп айтады. Міне осы ұлттық кодтың бір парасы, бір бағдары осы Құнанбайда жатқан сияқты. Өйткені өзіңіз жаңа айтып отырсыз, ол өскен ортаны, оның үлгі алған ірі тұлғалары жөнінде айтып отырсыңыз. Енді бүгінгі біздің бағдарламамызға байланысты Құнанбай өзінің бірінші әке ғой. Әке өзінің ұрпағына қандай тәрбие берді? Қазіргі жастарымыз сол тәрбие мәселесіне қандай сапасын үлгі алуға болады? Құнанбайдың тұлғасын зерттеген кезде мен енді сол Абай елінде туып өстім. Кеңес одағы кезінде де, одан бертін кезде де қазақ үшін Құнанбай бір аңыз тұлға, жұмбақ тұлға, бір әпсана сияқты. Ол кісінің атағы, дақпырты соншалықты керемет болды. Бірақ ол кісінің өмірін, дүние танымын, тұлғасын өте терең бағамдап зерттеп білген зерттеушілер аздау болды. Заманына байланысты, өйткені патшалық Ресейдің отарлау саясаты мен кеңестің атеистік идеологиясы ол Құнанбайдың тұлғасын теріске шығарды. Құнанбай оларға керек жоқ болды. Құнанбай оларға ең бірінші қас дұшпан болды. Себебі Құнанбайдың
Ең бірінші Құнанбай дегенде атамызды еске алғанда дін оралады. Өйткені негізгі бастау қайнар көзінің бәрі ол кісінің Құранда жатыр, хадиста жатыр, шариғатта жатыр, біздің жаңағы Ханафи мазхабымыздың құндылықтарында жатыр. Ол кісі біздің ескі хандардан бастап Шыңғыс ханнан бері тартып, Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы, Абылай ханның жолы, қазіргі қазақ сол шариғатпен дала заңын қалай үйлестіру керек. Ресейдің қазақтың өміріне ене бастаған кезі болды. 1822 жылы жаңа низам дейді, мынау хандық жүйені жойды. Демек, жаңағы аға сұлтандық жүйе енгізді. Кейіннен барып 1868 жылы аға сұлтандықты да жойды да, болыстық өте бір тіпті майдалатып жіберді билеу жүйесін, толықтай жаңағы отарлық жүйеге енгізіп. Сол кезде шариғатпен жаңадан келіп жатқан, тыс сырттан телініп жатқан билік жүйесін қалай үйлестіру керек. Осы мәселелерде де ол кісі өте көп терең толғанған, сауаттылық болған. Енді осы мәселеден келіп, жаңағы сіз айтқандай, рухани жаңғыру мәселесі, соның ішіндегі мынау әке тәрбиесі мәселесі шығады. Құнанбайдың өзі үлкен әкелердің тәрбиесін көрген. Өзінің әкесі Өскенбай өте білікті, сондай өте танымал кісі болған. Ол кісі 1851 жылы дүние салады. Өскенбайдың атақты асы бар, қазақтың 300-іне жайылған сондай керемет ас болған кезінде. Ол Көкшетау деген, мынау қазіргі жаңағы жер жағынан қарағанда қазіргі мынау Ақмоладағы Көкшетау емес, ол мынау Семейдің қазіргі мынау Абыралы мен мына Қарқаралының ортасында. Сол жердегі жер Көкшетау деп аталады. Сол жерде үлкен ас берген. 300-дің адамдары барып сонда қатысқан. Ол кезде Құнанбай енді 45-46 жаста, сондай жасы 46-47 жасқа келіп қалған кез. Демек, жаңағы Құнанбай атамыз өзінің алдағы әкелердің тәрбиелерін көріп өскен. Бірақ та ол алдындағы тәрбие, ол хандық біздің жүйеге негізделген болатын. Қазақтың тәуелсіз ханымыз бар, өзіміздің билеуіміз бар деп тұрған. Содан кейін енді Құнанбайдың әке болған кезі, ол бертінгі кез, ол кезде хандық жүйе жойылып, аға сұлтандықтың кірген сондай бір кезеңі болды. Бұл кезде көптеген құндылықтардың, ұлттық құндылықтардың өзгеріске түсіп, көп керемет біздің тереңде жатқан құндылықтарымыздың тамырына балта шабыла бастаған кездер болатын. Сол себепті Құнанбайдың ішінде де көптеген жаңағы өзінің заманындағы орнаған тыстан телінген тәртіпке қарсылықтар болған. Оны бірақ ол ашық көрсетпеген, бірақ ішінен тәрбиелеп, сонымен ол балаларын, өзінің балаларының бәрін, жаңағы 4 әйелі болған Құнанбай атамыздың, соның 3-еуінен ұрпақтар қалған. Сол балаларының барлығын ол кісі ең әуелі діни тәрбие берген. Екінші, діни тәрбиеден кейін сол кездегі қоғамдағы заманауи тәрбие берген. Орыстың тілін үйреткен, орыстың заң закондарын, қарым қатынастарын үйреткен. Сонымен қатар Европада не болып жатыр? Европадан әлемге жаңалықтар айды, Лондоннан тарап жатқанын білген ол кісі. Сол Европаның әлемге таратып жатқан жаңа жаңағы жаһанданудың басталған кездері ол. Осы 1800-1700 жылдардың ішінде басталады. Қазіргі жаһандану жүріп жатқанымыз, ол енді Лондондағы әлемдік банкерлер, әлемдік алпауыттар, солар 200-300 жыл жүргізген саясаттың нәтижесін біз қазір көріп отырмыз. Соның алғаш бастау көздерінде Құнанбай атамыз тұрды. Ол кісі білді. Сондықтан Европада қандай өзгеріс болып жатыр? Ол қазаққа қандай жақсылық әкелуі мүмкін, қазаққа қандай жамандық әкелуі мүмкін. Сол тұрғыдан ол кісі өте көп жаңағы мән берген. Сонымен қатар енді қарасаңыз, жаңа әке тәрбиесі дегеннен шығады, балаларын тәрбиелеп, жетілдіріп, оқытып, жаңа Қалиолла сияқты, енді Шоқан Уәлихановпен тұлғалас келетін жаңағы ұрпағын тәрбиелеген, ерте қайтыс болып кетті. Сондай ұрпақтарында тәрбиеледі, жаңағы Құдайбердіні оқытты, оның баласы Шәкәрімді оқытты, Ибрахимді оқытты. Сондай өте тәрбие беріп кеп, кейін
қажылықтан келгеннен кейін мен енді дүние сөзін сөйлемеймін, дүниенің ісіне араласпаймын деп таза діни Алланы құлшылық қылып зікір етіп жатты. 70-тен асқан кезде. Сондықтан онан тартынатын себебі де сол. Заман өте қайшылыққа толып кетті. Тәрбие мәселесі, ұлттық код мәселесі, ұлттық рухани тәрбие мәселесінің тамырына өте қатты балта шабыла бастады. Ол кісі оны сезді. Сол кезде мен енді дүниенің ісіне араласпаймын, мен мынандай күнәқарлыққа батқым келмейді деп, дүниеден тартынатын сол. Енді былай қарап отырсаңыз, әсіресе сол жерде бір көзге көрінбесе де ғабитханның әсері күшті болған, аударуының өзі соны тәрбиелік мәні. Жақсы ұстазға барған шәкірттер. Бірнеше сондай, ол тіпті жаңағындай сөзіңіздің жалғасы ғой. Енді балаға тәрбие беру үшін діни тәрбие беру керек. Діни тәрбие беру үшін жақсы ұстаз болу керек. Ол ұстаз қазақтың өзінің ішінен аз болды кезде, ортасында оқыған, арнайы білім алған, сондай діни шариғи оқу бітірген. Сондықтан ғабитхан Дамолланы ол Татарстан жағынан алдырады, Қапқаздан да алдырады. Әр жерден, мынау Түркістаннан жаңағы Әуез қожаны алдырады. Қожалардың бір топтар жаңағы Мұхтар Әуезовтің аталары. Олар да келіп білім берген жаңағы. Сондықтан қай жерде қандай үлкен жақсы ілім иесі бар, соны ол кісі тартуға тырысқан, араластыруға, көрсетуге. Қазақтың сол кездегі тіпті Мәшһүр Жүсіп сияқты, басқа сияқты жақын маңайларда тұратын өлкелерде қазаққа аты шыққан адамдардың бәрі де келіп кетіп жүретін сол себепті. Енді осы әке мен бала тәрбиесі дегеннен шығады, осы Құнанбайдың айтқаны, Құнанбайдың бүкіл істерінің барлығы келесі толқын біздің қазақтың қайраткерлерін тудырады. Абай арқылы, Ибраһим арқылы. Оны енді біз біраз зерттеп бастап жазғанбыз. Мына Әлихан Бөкейхановтың шығуы, Ахмет Байтұрсынұлының шығуы, осындай аса үлкен тұлғалардың шығуы бұл Құнанбайдың тұлғасы мен Құнанбайдың баласы Ибраһимнің тұлғасына байланысты. Соларды оқып, соларды зерттеп, солардың мына қоғамға деген іштей наразылығы, қазақтың қазіргі өмірі, тұрмысы, салты, ол кездің өзінде олар айтқан. Бұзылып жатыр, қазір бұзылып жатырмыз дегенді айтқан. Жақсы, Бейбіт мырза, өте жақсы ақпараттар беріп отырсыз. Енді жалпы өте күрделі тұлға болса да, Құнанбай қажы айтады, ділмар, сөзге шешен, өте ақылды адам, қырағы, отырғанда өзінің бір мысы басатын, мынау адам қасына келе алмайды, көреген адам болған ғой. Енді міне бір басына Алла Тағала осыншама қасиетті беріп отыр. Ол жай емес, халыққа оның жаңағы тұлғасы арқылы ықпал ету шығар деп ойлаймыз. Енді осы Құнанбай қажы кеңес жүйесінде бір екі түрлі сұрақ тұрады Құнанбай туралы. Екі тұлға көзге елестейді. Бірінші, кеңес жүйесіндегі жаңағы қатыгез Құнанбай. Баласына қатыгез, әке мен баланың арасында бір сына түсетін бір көзқарастар пайда болды. Екінші, міне тәуелсіздігіміз келгеннен кейін Құнанбайдың шын бейнесі шығып жатыр. Ал енді осы Құнанбайдың шын бейнесінде бір қазақтың бағына орай қаншама архив деректері бар. Қаншама хаттар, естеліктері бар. Құнанбайдың бейнесін алып шығуға, халыққа. Осының ішінде бір жағынан сіздің Құнанбай қажы туралы еңбегіңізде көп деректер бар екен. Бір жақсы, үлкен, бір халықтың көзін ашатын осы еңбегіңіз өте бір жақсы ықпал етті. Осы деректердің ішінде Адольф Янушкевич тұр. Ол жаңағы Мицкевичтің жолдасы болған екен, қуғында болған ғой. Міне осы өзінің хаттары мен естеліктерін 1861 жылдары ма жарыққа шығып кетеді. Уже поляктың жаңағы осындай ірі тұлғасы бір жаз 3 айдай жаңа Құнанбай қажының қасында серіктес болып жүреді. Қазақтың бүкіл салт дәстүрін көреді, Құнанбайдың бейнесін танып біледі. Міне біздің бағымызға қарай Құнанбайды туралы дерек көз қалдырған осы Адольф Янушкевич. Міне осы жайында бір кішкене мағлұмат берсеңіз. Өте жақсы айттыңыз. Енді біздің Құнанбай тұлғасын
біз білетініміз бұл Абай жолынан. Абай жолы эпопея үлкен, 40 жылдар жазылды. Сол 40 жылдарды 40 жылдың басынан бастап 45 жылы 1945 жылы Абайдың 100 жылдығы болды. Қазақстан үкіметі үлкен ұсыныстар енгізді. Нұртас Оңдасынов бастаған үкімет. Сол атап өтілді Шыңғыстауда. Сол 100 жылдықтың қарсаңында жаңағы роман эпопеяның бірінші үлкен жаңағы томы шығады. Сол кездерде Мұхтар Әуезов бірінші ғұмырнамасын жазады Абай атамыздың. Кейіннен барып сол 51 жылға дейін 4 рет нұсқасын жазған. Бірақ та ол роман эпопеяда да Мұхтар Әуезовтің Абайдың Ибрахим Құнанбайұлының жазған 4 нұсқа өмірбаянда да ол кісі айта алмаған, ол кісіге айтқызбаған, айтуға болмайтын, ол кісі біліп тұрса да соны айтқыздыртпайтын жаңа кеңестік атеистік жүйенің идеологиясы болатын. Сондықтан ол кісі оны айта алмады. Тек қана Құнанбайды мақтап тұрып, бір жағынан қатыгез, озбыр, кезінде тіпті жаңағы Иван Грозниймен де шатастырып теңеген кездері болды. Мүлдем қиыспайтын жаңағы тұлғаларды. Ал енді Янушкевичке мен соған келейін деп жатырмын. Янушкевичтің жазғандары бізге қазаққа тек 70-ші жылдарда ғана жетті. Фаина Стеклова мен Олжас Сүлейменов арқылы кейіннен қазақшаға аударылды, орысшада шықты жазған хаттары. Енді сол Янушкевичтің тұлғасына қарасаңыз, оның тұлғасы да жай тұлға емес. Енді жаңа айттық, Лондонның үлкен әлемдік жаңағы әлемді жаулап алу жолында жүрген үлкен империя ғой енді. Жаңағы Ұлыбритания империясы, соның ішінен шыққан алпауыт әлемдік қаржыгерлер қазір дүние жүзін билеп отыр. Ғаламдық тор барлық соларға бағынады. Ал енді солардың толқын жаңағы әр жерлерге адамдар жіберген. Саяхатшылар, әртүрлі жаңағы саяси қайраткерлер. Соның бір тобы мынау Адам Мицкевичтің Европадағы ескі жүйелерді құрту үшін түрлі төңкеріс жасаймыз деген төңкерісшіл идеологиясы болды. Декабристер деген болды 1825 жылға. Солардың ықпалымен жүрген адамдардың бірі бұл Адольф Янушкевич. Ол өзі Құнанбайдан бір-ақ жас үлкен, 1803 жылы туған. Құнанбай 1804 жылы дүниеге келген. Бірақ жас кезінде сондай үлкен төңкерісшіл саясаттарға қатысып, соның негізінде поляктың бүкілдегі жер аударды ғой. Сол жер аударғанда әдейі Ресей жаққа аударған. Оның өзінде де олар солар арқылы да батыс, Лондон көп ақпараттар алған. Қазақтың өмірінен, тіршілігінен, Ресейдің қолы арқылы, Романовтар әулеті арқылы жаңағы қазақты отарлап отырды да, бір жағынан жаңағындай әртүрлі көзқарастағы ағылшындарды жіберді, поляктың жер аударылғандарын жіберді. Ал соның үлкен бір көрінісі деп осы Адольф Янушкевичті айтуға болады. Адольф Янушкевич ол 56 жылы қайтыс болады. Құнанбайды көргеннен кейін 10 жылдан кейін қайтыс болады. Европаға әрең жетеді, ауырып, өзі денсаулығы нашарлап, 53 жасында қайтыс болып кетеді. Ал енді сол Адольф Янушкевичті қарасаңыз, бір арнайы тапсырмамен істеген сияқты. Көргендерінің бәрін жазып отырған. Жазып, дереу, о кезде арнайы пошта жоқ, жүйе жоқ, қазіргіндей жаңағы дүниенің бәріне мейлмен жібере салатын ондай жоқ. Қолмен жазады, одан кейін бір пошта оны жарты жылда, бір жылда жетуі мүмкін, Европаға жетеді. Ол оған жетіп жатыр ма, жетпей жатыр ма, оны да білмейді. Ол анау үзік мен бәленшесінші 1846 жылғы жаңағы тамыз айының іші ғой, 3 тамыз, 5 тамыз, 17 тамыз деп өзі несін жаза береді, сол күндегі әсерлерін сөйтіп пошта арқылы жібере берген. Сонда ол жіберген жазғандары Европаға жетіп достарына жеткен. Достар соны жинақтап, енді әр жағында тапсырма екені көрініп тұр, қарасаңыз. Бұдан Құнанбайдың хабары жоқ. Ол сырттан келді, ол анау жаңағы генерал-губернатордың қарауында болды да, соның жанында жай көшір сияқты, не сияқты анау қосып қойған, арнайы қосып қойған генерал-губернатор. Сонымен мынау Лепсінің бойындағы ұлы жүз қазақтарының жаңағы Ресейге қосылдық деген бір шартнама сияқты бір жиыны болады, ой жайлауда. Сол жиынға келіп қатысып, сол жерден бастап Құнанбайдың ауылына қарай жүреді. Сол жердегі көргендерін суреттейді. Бұл қазақтың ішінде
енді оқыған адамдар білет, Барақ Сұлтан мен Құнанбайды айтады. Ол осы Құнанбай мен Барақ Сұлтан екеуі тұрғанда дейді, қазақтың сол кездегі бүкіл бетке шығар адамдарының бәрі ақ сүйек емес, қара сүйек сияқты болып көрінеді дейді. Содан кейін Құнанбайды енді ол қаншама біздің адамдар жанында жүрсе де, жақсылығын көрсе де, ғибратын алса да, біздің шешендер ән өлеңдер де бар. Жаңағыдай сипаттаған бір ауыз жолмен, екі ауыз жолмен. Бірақ Янушкевич сияқты сырт көз қарастағы адам қазақтың тілінен өте жақсы білмейді, бірақ қасында аудармашылар болған. Солар арқылы Құнанбайдың қандай екенін, қалай тұрады, қалай жатады, қалай тәрбиелейді, тіпті өзінің балаларын өзі емдеп жібереді. Шырылдап жылап келген Абайдың әкесі ауырып жатыр деген кезде Ибрахим нәрестенің 1 жасқа толмаған. Содан оның бәрін көрген. Таңнан кешке дейін Құнанбай сөйлейді, өте бір тоқталмайтын сағат сияқты сөйлейді. Орыстың заң законын, әлемнің бүкіл жаңағы сол кездегі жағдаятынан хабардар, қазақтың ішкі сыртқы, соған бәрі келіп, Құнанбайдан жаңағы алдына келіп кетіп, сұрақтарының бәрінің шешімін тауып жатады деп. Енді қарасаңыз, соны Европада жолдастар жинақтайды да, 1856 жылы Янушкевич қайтыс болса, 1861 жылы поляк тілінде жазған хаттары соны Парижде бастырады. Енді Парижде ол кімге керек ол? Құнанбай оны білмейді. 1861 жылы Құнанбай елде жүрген, ол кезде бір 56 жастағы, 57 жастағы кезі. Содан 1875 жылы сол жазбаларын Берлинде тағы бастырады. Парижде емес, енді Берлинде де бастырды. Жолдастар бастырып жүр. Ол анау Янушкевич өліп қалған, қайтыс болып кеткен. Сонда ол кімге керек? Қазақтың өмірі, қазақтың тіршілігі. Демек, Лондондағы жаңағы әлемді билеушілер осындай үлкен мағлұматтарға, алыстағы елдердің мағлұматтарына өте көп мән берген. Ол отарлаушылық сипатта, олардың кейінде рухтарын қалай бұзу керек, қалай оны жаңағы ортасына кіру керек, олардың жүйесі қалай, өмірі қалай, салты қалай, ішіндегі олардың сыйлайтын тұлғалары қандай деген тұрғыда. Сонда Құнанбай атамыз бір жағы көзі тірісінде мұсылман атақты зор үлкен тұлға бола тұрып, өзі Европаның әлемді жаулап жатқан үлкен империясына, жаңағы кеше ғана неден хабардан көрдіңіздер, жаңағы Ротшильдтер әулетінің басшысы елбасыға келіп кетті. Осыдан бірнеше жыл бұрын Лондонда кездесті. Олар міне әлемді 300 жыл бойы билеп тұрғандар. Әлемнің ең бай алпауыттар. Солар біздің жағдайымызды, тіршілігімізді, қазақтың өмірбаянын барлығын олар жақсы біліп тұрған. Оның аталары арғы 1868-69 жылдары Токио биржасы ашылады. Лондон биржа, жаңағы Нью-Йорк биржасы ашылады. Лондон биржасы одан 150 жылдай бұрын әрі ашылып қойған. Сондықтан әлемдік қаржы жүйелерін қалай істеу керек екенін олар әбден білген. Және Токио мен Лондонның ортасында Қазақ сахарасы жатты. Сол Қазақ сахарасында үлкен болашақта қаржы орталығы болады деген. Міне 2018 жылы 1 қаңтарда біздің Астана халықаралық қаржы орталығы ашылады. Мына Экспо соның негізінде әдейі жасалды. Елбасының саясаты соның барлығымен үйлесіп жатыр. Енді жаңағы адам Адольф Янушкевичтің жазған шығармаларына байланысты мен осындағы поляктың елшілерімен де біраз сөйлескен, жақсы соғыс туралы бір документар, деректі фильм түсірсек, болған жерлері, жүрген жерлері, қазақтың ішінде біз босқа қатысы жоқ адамдардың аттарын қойғаннан гөрі Янушкевич сияқты адамдардың аттарын қоюымыз керек, көшеге, бір жаңағы басқа бір орындарға деген сияқты. Ол өзі тағдырдың жазуымен келіп, Құнанбайдың сондай бір тұлғасын керемет сипаттайды. Егер Мұхтар Әуезовтің қолында 1940 жылы Адольф Янушкевичтің жазбасы түскенде, Абай жолы романы мүлдем басқаша жазылар еді. Бірақ саясат жібермейді. Бірақ саясат, енді ол төңкерісшіл революционер ретінде оларды қолдады, кеңестік жүйе. Сонда соның көзқарасымен жазылғандықтан Құнанбай ақталып тұратын еді. Ал енді жаңа айтты ғой, Құнанбай қажының жомарттығы, әділеттілігі,
кедей кепшікке деген жаңағы көзқарасы керемет болған. Сонымен қатар ұлттың жаңағы осы сақталуына осылай ірі тұлға әсер етіп отыр ғой. Міне енді осы жерде бір сұрақ қойғым келіп отыр сізге. Кенесары көтерілісіне осы Құнанбай қажының көзқарасы. Құнанбай атамыз енді басында айтып өттік. Ол кісі енді қазақтың хандық жүйесіне бір жолата соған берілген адам. Сол жүйені қолдаған адам, сол жүйенің жалғасты болғанын армандаған адам. Құнанбай атамыз Шыңғыс хан туралы көп айтатын. Шыңғыстау, ол кісінің жаңа мен жазбаларында Қалиолла деген баласы да соны 1800 жылдардың аяғында орыс тілінде мақала қылып жазады. Сонда әкесі Құнанбайдың айтқанына сүйеніп жазады. Сонда Шыңғыс ханның ордасы болғандығы, Шыңғыс ханды майқы билер бастап қалай оны көтергендігі, демек Шыңғыс ханнан бері келген хандардың барлығын құрметтеген. Соның ең ақырғы ханы ретінде Кенесарыны ол кісі жақсы білген, өте жақсы құрметтеген. Бірақ енді заманның саясатына байланысты ол кісі ашып айта алмаған. Егер ол кісі ашық қарсылықта болса, Кенесарымен бірге қасында жүріп, Шұбыртпалы Ағыбай батырлар сияқты, онда сол аға сұлтандықтың тұрған жеріне, жаңағы Құнанбайдың болған жерлеріне көп зардабы тиетін еді. Өйткені отарлаушылдықтың ызбары қатты көріне бастаған кез болатын, дендеп кіріп, жазалаушы отрядтар шығып жатқан кез, басқа. Сондықтан бір жағынан Құнанбай атамыздың несі ескі хандық жүйенің 1822 жылдан бастап арнайы жаңа мизам заңы бойынша тоқтатылғанын біледі, аға сұлтандық, дуандық және. Екіншіден, соның бір салдары қазақтың ішінде жалғасса деп ішінен қолдап отырған. Бір жағынан орыстың да жаңағы отарлаушыларымен де байланыста болып отырған. Сонда кім орыстың отарлаушылары, генерал-губернаторлар Кенесарының әскерін ұстау үшін көмек сұрап отырады. Оған көмек болған енді көбінесе бұлар о кездің көлігі ат қой. Ат ауыстырып тұру керек, сондай көп аттар керек тез жету үшін, тез бару үшін. Соған бұл жылқылай көмек бердім. Содан кейін барып бірнеше ер жігіттерді көмек бердім. Жолай кетіп бара жатқан әскерлерді тамақтандырып жібердім деген сияқты қосымша көмектер көрсеткен. Кенесарыға қарсы сияқты. Енді бір екі жерде Кенесарыға бұл кісі хабар беріп аман алып қалады. Мен сол Кенесарының жорығына ұстауға қатысам деп, осы мынау Жетісу өлкесіне жақындаған кезде бұлар тап үстінен түседі. Кенесарының нөкерлерімен намаз оқып жатыр екен. Сөйтіп жазалаушы отрядтың басшысына айтады, біз қазір мынау намаз оқып құлшылығып жатқан кезде Құдайға ұстайтын болсақ, онда бүкіл қазақтың ішіне біздің теріс жаңағы біздің әрекетіміз жайылады. Бұны қазақ өте теріс қабылдайды. Қазақ мұсылман намаз оқып жатқан кезде ұстамайды деген. Сөйтіп жаңағы Кенесарыны құтқарып жіберген. Екіншіде жақындап қалып енді Кенесарыны ұстаймыз дегенде бұл кісі жасырын адам жіберіп, тез кетіп қалсын, мынау жазалаушы отряд келіп қалды деп әскердеп тағы да құтқарып жүрген кездер болған. Жақсы, рахмет. Бейбіт мырза, бұл тарихта осы Құнанбай қажының Қарқаралы жерінде мешіт медресе салдырғаны. Екі сұрақ қойын өтім сізге. Тарихта дерек көзі бар, анық дүние. Енді екінші бір сұрағым қажылыққа баруы. Осыған бір тоқталып өтіңізші қысқаша. Құнанбай қажы 1848-1852 жылдары аға сұлтан болған, 4 жыл аға сұлтандық қылған. Ол кезде аға сұлтандық қазіргі уақыттың өлшемімен айтсақ, біздің қазіргі жастар түсіну үшін, бұл енді бір 4-5 облысты, 5-6 облысты қамтиды. Қазіргіше мынау Шығыс Қазақстан облысы, бұрынғы Семей облысы, Павлодар облысы, Қарағанды облысының бір шеті, әрі қарай Омбының шетіне дейін барады сондай. Жезқазғанның шетін алып кетеді деген сияқты. Балқаштың бер жағы. Соны осынша өлкенің аға сұлтаны болған ол кісі. Соның ішіндегі бүкіл болып жатқан оқиғалар, патша үкіметі кім қарсы шықса, соның бәріне жауап беретін сондай бір жауапты кезең болған. Сол кезеңде бұл кісі Қарқаралы негіз орталық болды, аға сұлтандықтың Омбыға барып есеп беріп тұрған.
Сонда Қарқаралыда көп болып жүргеннен кейін ол жерде атақты байлар болған, олардан қалған ғимараттар бар. Ол кісі 1842 жылдар сол әңгіме қозғап, өйткені рұқсат алады генерал-губернатордан мешіт салу үшін. Соны мешітті рұқсат алып, сол Қарқаралының ортасына мешіт салынады. Мешіт 3 жылдай салынып, шағын болса да қарасы бөлінуі, соң ағаштар кескен, ағаштан салынған ол жобасымен кейін оған патшалық Ресейден әскер де алады ол. Көмектесіп, ана тез бітіру үшін соны көмектестіртіп, сонымен Қарағайдан әдемі мешіт салғызып, 51-ші жылы бітіреді. Осының жаңағы бүкіл салынуына өте көп күш жұмсаған Құнанбай атамыз. Кейін енді ол мешіттің тарихы қазіргіде бар. Оны енді ұзақ айтсақ болады. Ол кезінде Кеңес одақ кезінде Атқорада болған, басқа да болған. Енді екінші қажылық мәселесі 1875-76 жылы ол кісі Қажыға барады. Қажыға барып, сол жерде ол кезден қажылық жол қазіргіндей ұшақпен бара салатын емес. Ол ұзақ жаңағы кемемен жүреді, пойызбен жүреді, ат-арбамен жүреді, қасына 10 шақты, 20 шақты, 30 шақты нөкерлерін қосып алады. Ол қыс бар, суық бар, жаз бар. Соның барлық қиыншылықтарынан өтіп, ол кісі Меккеге барады, Мединеге барады. Қажылығын өтіп, Меккеде жаңа Такия дейді, қонақ үй сияқты соны салдыртқан. Ол Такиясы 1930 жылдарға дейін болған. 30 жылдарда ол жерге Қағбаның жаны жақын болғаннан кейін, Қағбаның ауқымы кеңейіп жатқандықтан, ол құрылыстарды қиратып, жаңадан ғимараттар саламыз деп, солардың ұрпақтарына олар қағаз жібереді. Мына Құнанбайдың ұрпағы бар ма, Бәленшенің ұрпағы бар ма, неде Марқа Мінайдар деген болған сырдың бойында байлар болған. Олар да салған жай болған, соларға да хат келген. Бірақ олардың ұрпақтары Кеңес одағы кезінде түрлі репрессияға, аса қиын жағдайларға түсіп жатқан. Көбісін өлтірген, қамаған, асқан, атқан деген сияқты. Сондай қиын кездерде Меккеден сондай хабарлар келеді. Ол жақта Меккеде біздің Нәзір Төреқұлов деген қазақ елші болып тұрған Совет одағының кезінен. Енді бірақ ол бертінгі тарих, содан ешкім артында ие болмайды. Кейін мен 1994 жылы елбасымен Италия Сауд Арабиясына сапарға барған кезде, ресми сапар, сол кезде мен ұшақтың ішінде отырып, Италиядан шыққанда айттым: елбасы, сіз король фактқа айтсаңыз, Құнанбайдың Такиясын қалпына келтірсек, қайтадан бірдені атап, сол Құнанбайдың Такиясы деп, соны қажыларға беріп қойса, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қарауына берсек деп. Кейіннен бұл мәселе елбасы король фактқа айттым деді, Мединеде болғанда. Көпшіліктің өзінше маған айтты. Ол кісі қолдады, орын беретін болды деді. Біздің елшілер, содан кейін муфтилер қозғамай қалғаннан кейін, ол қозғаусыз қалды да, мен 98 жыл Қажыда болғанда тағы да жаздым корольдің атына хат. Кейін 2000 жыл осында Сауд Арабстаннан қорғаныс министрі келді. Ол Ханзада. Сол Астанада келген кезде сыртқы істер министрлігіндегі азаматтар менен біраз мағлұматтар алып, елбасы тағы да оған айтты: біздің Құнанбай деген атамыз болған, ол кісі сондай қонақ үй салған, соны сіз қалпына келтіруге мен король фактпен келіскем, сіз соны жалғастырып маған шешіп берсеңіз деп, қорғаныс министрі тағы уәдесін беріп кетті. Одан кейінгі уақытта енді біздің жақтан тиянақтап қозғайтын іздеушісі болмады, біздің елшілер, муфтилер деген сияқты. Сонымен бұл тақырып осы ашық күйінде тұр. Әлі де енді бұны қозғау керек. Иә, қозғауға болады. Енді мына бүгінгі хабарымызды мынау Ахат Шәкәрімұлы Құнанбай туралы өз естелігін жазды ғой, сонымен аяқтасақ. Тарих өзінің игі жақсыларын қойнауынан алып шығады дейді. Игі жақсыларын. Міне бүгінгі хабарымыздан түсінгеніміз, біздің ірі тұлға Құнанбай қажының жаңағы тарих қойнауынан шығып, өзінің ұрпағына аманаты орындалып жатқанын көріп отырсыз. Бүкіл қазақ халқына қазіргі 21 ғасырға дейінгі ықпалы әлі өз мәнінде екенін көріп отырмыз. Сондықтан сізге, Бейбіт мырза, өте үлкен алғысымызды айтамыз. Сау саламатта болыңыз, аман есен жүріңіз. Құрметті көрермендер,
бүгінгі тұлғалар тағылымы хабарын осымен аяқтаймыз. Сау саламат болыңыздар.